Сәлем достар, духовкада піскен қытыр-қытыр қаттама нанның оп-оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сковородкада қаттама нанды пісіріп тұрғыларыңыз келмесе, осы қаттама нанды жасап көріңіздер. Оп-оңай жасалу жолын көрсететін боламын. Өте дәмді және қытырлақ болып шығады. Ең алдымен жұмсақ қылып қамыр илеп қоямыз. 200 мл суға 1 чайный ложка тұз қосып, тұзымызды жақсылап ерітіп болған соң, ұнды қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Бетін пакетпен жауып, 10 минутқа демалдырып қоямыз. Қамыр демалып тұрған кезде көкпиязымызды жақсылап майдалап етіп турап дайындап қоямыз. Он минут тұрып демалған қамырымызды алып, екі бөлікке бөлемізді. Жақсылап ұюын қандырып, тағы да 10 минутқа бетін жауып демалдырып қоямыз. Әбден демалған қамыр жайылғанда оңай жайылатын болады, сол үшін қайта-қайта демалдырып аламыз. Қамыр дайын болам дегенше майымызды ертіп, суытып дайындап қоямыз да қамыр жаюға кірісеміз. Екі қамырды да жақсылап барынша жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Барынша жұқа қылып жайылған қамырдың бетіне май жағып, екінші қамырымызды бетіне жайып, тағы да май жағамыз да осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Көкпиязды қамырдың бір шетіне ғана жайып, рулет қылып орап аламыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, оп-оңай.
Барлық қамырдың арасына пиязды сеуіп орап болған соң ыдысымызды кішкене майлап жібереміз да барлығын бір-біріне жалғап дөңгелетіп алатын боламыз. Қамырды ыдысқа қоятын кезде жақсылап екі жағынан тартып созып жіберіңіздер. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пешікте 190 градусқа қойып 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, қаттамамыз да дайын болды. Оп-оңай жасалу жолын сіздерге көрсеттім. Дәмі деген өте керемет болып шығады және қытырлақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер және де комментарийда менімен бірге бөлісуді ұмытпаңыздар. Арасының барлығы піскен, өте дәмді болып шығады. Және де достар, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.